Сәлем достар, көктемнің ең басты жаңалығын қарсы алыңыздар. Қазір мен сіздерге су жаңа OnePlus 8 Pro туралы айтып беремін. Бұл смартфон енді сымсыз зарядтау технологиясымен IP68 қорғау стандартына ие болды. Су және шаңнан мүлдем қорықпайды. Ол туралы алда айтамын. Дизайны алдыңғы нұсқасынан қатты ерекшеленбейді, бірақ өзіндік көз тартатын жерлері бар. Әсіресе көк, қара және жаңа жасыл түстер ұтымды көрінеді. Концепция өзгермеді, көп өзгерістерді экраннан байқауға болады. Фронталды камерасы енді экранның жоғарғы сол жақ бөлігінде орналасқан. Мұндай шешіммен қазір ешкімді таңғалдыра алмайсың. Дегенмен бұл қадам арқылы өндіруші ылғалдан қорғау IP68 стандартына қол жеткізді. Енді OnePlus 8 Pro'ны суға салып тексерсеңіз болады. Негізгі камералары смартфонның артында, дәл ортасында орналасқан. Айырмашылығы тек камералардың өзінде және санында. Шындығына келсек, қазір көп смартфон өндірушілері камераларын дизайны мен орналасу жерлерін анықтағанда Samsung және iPhone'ға қарап бой түзейді. Ал OnePlus өзге жолды таңдап тұтынушының көңілін табуға тырысуда. Смартфонды басқару элементтері бұрынғыдай, сол жақ жақтауында дауысты реттеу батырмасы орналасқан. Оң жағында қосу сөндіру батырмасы және дыбыс режимін ауыстыруға арналған ерекше батырма бар. Әрине астыңғы жағында Type-C зарядтау тетігі және барлық флагмандық смартфондарға тән стереодинамик орналасқан. Экраны енді сәл үлкендеу және диагоналі 6,78 дюймді құрайды. Сонымен қатар ол Super AMOLED, өлшемдері 3168 де 1440 пиксель, және де жиілігі 120 Гц-ке тең болды. Былтырғы жылы OnePlus 7 Pro смартфондары бірінші болып 90 Гц-тік экрандармен жабдықталды, ал биылғы жылы 8 Pro моделінде компания 120 Гц-ке көшті. Дисплейдің жарық көрсеткіші де өте жоғары, 1300 нит. Шындығында экраны бойынша осындай сапада бәсекелес смартфон табу өте қиын. Сонымен қатар ол жақтауларына қарай иілген. Егер Samsung қазір иілген экранға назарын аз аударса, басқалары керісінше мұндай экранда одан әрі дамытып отыр. Саусақ іздеріне арналған сенсор әлі де экранның астында және жылдамырақ жұмыс істейтін болды. Ең басты жаңалық OnePlus смартфондарында сымсыз зарядтау технологиясы пайда болды. Брендтің негізін қалаушысы Pete Lowe'дың айтуынша, осыған дейін сымсыз зарядтаудың қондырмауының басты себебі оның жылдамдығын баяу болғанында. Ал дәл қазір OnePlus компаниясы керемет көрсеткіштерге жетіп отыр. 8 Pro моделі небәрі 30 минут ішінде сымсыз зарядтау арқылы 50% қуатын жинайды. Ал 30 ваттық сыммен зарядтау құрылғысы арқылы ол 50%-ке 23 минутта жетеді. Ал аккумулятордың ауқымды, яғни 4510 мАч екенін ескерсек, бұл өте тамаша көрсеткіш. Бұл жаңалықтың соңы емес, онымен қоса OnePlus 8 Pro реверсивті зарядтау, дәлірек айтсақ, басқа сымсыз құрылғыларды қуаттай алады. Егер сіздің смартфоныңызда осындай функция болса, оны пайдаланасыз ба? Жауапты комментарийге қалдырыңыз. Ішкі жабдықталуына келсек, смартфонда нарықтағы ең мықтылардың бірі болып саналатын Qualcomm Snapdragon 865 процессоры орнатылған. Смартфонның екі түрлі нұсқасы бар. Біріншісі жедел жадысы 8 ГБ және тұрақты жадысы 128 ГБ. Ал екіншісінде жедел жадысы 12 ГБ болса, тұрақты жадысы 256 ГБ-ға тең. Екеуінде де ақпаратпен жылдам алмасатын тұрақты жады орнатылған. Айта кетсек, мұндай жады былтырғы 7 Pro нұсқасында да бар болды. Жедел жадысы LPDDR5 стандартымен жасалған. Сонымен қатар OnePlus 8 Pro 5G байланыс пен Wi-Fi 6.0 байланыс стандарттарын пайдалана алады. Болашаққа дайын деп айтсақ қателеспейміз. Енді камераларына келейік. Негізгі камерасы 48 мегапиксель, диафрагмасы 1.7 және 4К форматта секундына 60 кадрмен түсіруге арналған және оптикалық тұрақтандырғышы бар. Екінші камерасы кең бұрышты 48 мегапиксель, диафрагмасы 2.2. Былтырғы жылы ол негізгі камера ретінде пайдаланылды. Биылғы жылы ерекшелігі онда тұрақтандырғыш жоқ, бірақ автофокусы бар. Үшінші камерасы 8 мегапиксельді телевик, диафрагмасы 2.4, 3 еселенген зум және оптикалық тұрақтандырғышы бар. Төртіншісі смартфон мен объектінің ара қашықтығын анықтайтын 5 мегапиксельді камера. Шындығында оны маркетингтік шешім деп қабылдаса болады, себебі бәсекелестер қазір камера санын арттырып жарысуда. Бағасына келсек, бармақ тістейтін кез келеді. 8-де 128 гигабайттық нұсқасы ақш-та $900, ал 12-де 256 гигабайттық нұсқасы $1000 тұрады. Дегенмен бұл баға Galaxy 20 Ultra мен iPhone 11-ден арзан. Сіздермен болған қазір ревью арнасы. Бізге тіркеліңіздер және технология әлемінде болып жатқан жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Комментарийге қандай смартфон туралы толығырақ білгіңіз келетін туралы жазыңыз. Біз міндетті түрде ескереміз. Ал мен сіздермен қоштасамын, сау болыңыздар.